Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай резинка на пучок деп айтылатын осындай әдемі резинканың жасау жолын көрсететін боламын. Өте оңай және мектепте қыздарға жақсы жинақы болып келеді шаштарына. Бізге ені 5 сантиметрлік, ұзындығы 22 сантиметрлік атласный лента 2 данасын кесіп қоямыз. Және ені 1,5 сантиметр, ұзындығы 22 сантиметр, 4 дана осындай лентамыз қажет болады. Одан кейін ені 5 сантиметр, ұзындығы 20 сантиметр. Жай обычный резинка қажет болады, 19-20 сантиметр. Одан кейін бізге диаметрі 2-2,5 резинкаға өлшеп аласыздар. Осындай домалақ фетр керек болады. Және де ортасына роза гүлдің ортасына салғанға осындай гүлдер жасаймыз. Және де 5-5 ені де, ұзындығы да 5-5 сантиметр. Осындай атласный лентамызды көп етіп кесіп қоямыз. Бізге 60 штуга керек болады, соны осылай кесіп дайындап аламыз алдын ала. Одан кейін осылай екіге бүктеп атласымызды, лентамызды осылай ортасынан ғана алып, бас жағына сәл ғана бұрылып әкеліп кесеміз. Жапырақ дайындаймыз, гүлдің жапырағын, лепестогын. Сонда осындай болып шығады. Бізге бұдан 60 дана керек болады. Енді мен сіздерге осы жерде айтатыным, 60 дананың бәрін зажигалкамен күйдіру деген оңай емес. Сол үшін свеча алсаңыздар болады. Свечаны қойған кезінде ешқандай не болмау керек. Жан-жағыңызда сквозняк болмау керек. Себебі күйдірген кезінде қара болып дақтар қалып қалмас үшін жан-жағы сквозняк болмау керек. Свечаны қойып қоясызда, одан кейін асықпай отырып осылай лепестогыңызды күйдіресіз. Алыстан ғана үстіне ақырын, алыстан ғана келесіз, қатты жақындата бермейсіз. Сосын күйдірген кезінде осындай болып, бұрылып, айналып, розаның жапырағы сияқты болып шығады. Осылай барынша енді күйдіресіздер, бұрылып шығу керек. Жан-жағы осындай кішкене чуть-чуть осылай нетеміз, күйдіреміз. Сосын мына бір шетін тоже күйдіріп шығамыз. Бізге осыдан 60 дана қажет болады. Осындай жапырақшалар шығады. Енді бізге бірінші жасағанға 5 жапырақ қажет болады. 5 жапырақ дайындап аламыз. Одан кейін келесі 7 жапырақшасын дайындаймыз. Бұл бізде гүлдің сырты болады, ал 5 лепестоктан тұратын ол гүлдің іші болады. Енді тігіп бастаймыз. Енді бір лепестокты алып, осылай ортасынан бір-біріне қарама-қарсы етіп тигізіп, бір қайырып аламыз да, сосын сол қайырған жерде ортасынан сызықшаға, жартысынан бастап сызықшаға екінші лепестокты қойып, осылай тігіп бастаймыз. Ары қарай жартысынан, тігілген жерінің жартысынан ары қарай келесі лепестокты алып, жалғастырып тіге береміз. Осылай 5-еуін осылай тігіп шығамыз. Жартысынан келеді, жартысынан келген кезінде келесі лепестокты жалғастырып, осылай тігіп шығамыз. Одан кейін міне 5-еуін тіктік. Енді осылай айналдырып алып келіп, қалған жерін бір-біріне қосып тігеміз. Сосын жібімізді ақырын ғана тартамыз. Бұл бізде розаның іші болады. Ішкі қабаты болады. Енді келесінің сыртқы қабатын тігеміз. Ол бізде 7 лепестоктан тұратын болады. Келесі енді гүліміздің сырт жағын 7 лепестоктан тұратын. Осылай 7-еуін дайындап аламыз. Оны да дәл алдыңғы гүлді тіккендей тігіп шығамыз. Жарты белінен алып,
бәрін бір-біріне жарты белден қосып гүлімізді дайындап шығамыз. Жетеуін біріктіріп, осылай тігіп, ақырын ғана жібімізді тартып, гүліміздің сырт жағын дайын болды. Кішкене қолымызбен түзелеп жібереміз. Ішіне мынау кішкентайын салып көреміз, қалай тұрады, кең ба, сыяды ма деген сияқты кішкене чуть-чуть. Мына жақтан мен тесігі бар орын қалдырып қойдым, оны түп жағына. Енді үлкен гүліміздің ішіне кішкентай гүлімізді осылай ыстық клейді алып жағып, үлкен гүлдің ішіне жабыстыратын боламыз. Осылай жапырақтарымыздың бәрін жинап, тігіп, бір-біріне клей жағып, гүлімізді дайындап аламыз. Менде 5 дана шықты 60 штугынан. Енді ені 1,5 сантиметр, ұзындығы 25-27 сантиметр болса болады. Сондай лентадан біз қазір розовый ішіне салатын розасын тігеміз. Инемнің сантиметрі 6 сантиметр. Мұны қараңыздар, мынау шетінен бастадым. Сосын шетінен алдым, одан кейінгісін тоже шетінен аламын. Мұны қараңыздар, асықпай. Осылай шетінен алып, айналдырып отырып тігемін. Қисайтып алып келіп, шетінен аламын. Сосын инемізді осылай айналдырамыз, сонда төбесінен қараған кезінде осылай жиналып шығады. Одан кейін ақырын ғана артқа қарай айналдырамыз. Гүлімізді осылай инесін шығарып аламыз. Сосын күйдіріп, мына осындай әдемі гүліміз шығады. 5 данасын жасаймын ондайдан. Келесі осындай бағана көрсеткенде резинкамызға фетрді алып, резинамызға осылай жабыстырып шығамыз. Оны жабыстыру үшін фетрімізді аламыз, кішкене осылай бүктейміз. Одан кейін резинкамызға әкеліп, примерно былай есептейміз. Примерно мен алып есептеймін. Мына екі шетінен осылай кесемін. Қатты бәрін бірақ кеспейміз, кішкене ғана кесіп жібереміз. Мына осындай болып шығады. Сосын мынандай лентамызды алып, негізі 5 сантиметрлік лента алу керек болған болады. Мен осыны примерно ені 5-6 сантиметр деп кесіп аламын да. Осылай алып, жан-жағын бәрін күйдіріп жіберіп, мынау фетрімізді бір-біріне жалғау үшін қажет қой бізге. Осылай қоямын да, сосын артына жаңағы кескен лентамызды кіргіземін ішіне. Клейімізді қосып қоямыз, ыстық клейіміз. Клейді осылай клейді жағып, лентамен жаңағы фетр екеуін бір-біріне жабыстырамыз.
роза гүліміздің ішіне мынадай гүлін жабыстырамыз енді. Келесі біз енді бантик жасаймыз. Ол үшін 20 сантиметрлік осындай ленталарымызды алып, қазір бір-біріне кішкене шет ілдіріп күйдіріп жібереміз. Осылай екі шетіне розовый лентадан қойып аламыз. Осы лентамызды дайындап алдық. Енді ортасынан примерно алып, осылай ортасынан бір кішкене ғана бір бөліп аламыз. Бізге просто центрін білу үшін осылай бөліп кішкене басып аламыз. Сосын ашқан кезде мына жерде сызығы көрініп тұрады. Соған теңеп әкеліп осылай бүктейміз. Сосын барып оны тігеміз.
Ең соңында мынау әдемі бантигімізге клей жағып резинаға жабыстырамыз. Мінекей осындай әдемі бантигіміз резина на пучок деп айтылады, содай дайын болады. Қыздарыңыздың шашын түйіп тұрып, пучок жасап, содан кейін осыны осылай тағасыз. Егер де қыздарыңыздың шашы қысқа немесе жұқа болса, арнайы пучокты кигізіп, қазір резиналар бар ғой, пучок резиналар, сондайды кигізіп, сосын осыны тағып қойсаңыз болады. Жасаған резинкам сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Және де видеоны менімен бірге соңына дейін қарап, осындай әдемі резинка жасап алсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге сәттілік тіледім. Үлкен көп рахмет.